Жас жігіт демалыстан енді ғана келді. Ол демалған сайын үйіне кәдімгі магнит пе, әлде ағаш мүсін бе, әйтеуір жаңа сувенир әкелетін. Бірақ бұл жолы сыйлық әкелуді ұмытып кеткенін көріп, шошып кетті. Ол чемоданын ашып, ішіндегі заттарды ақтара бастайды. Бірақ жігіттің ойындағыдай болмай, ол ұмытып кеткенін көреді. Ашуланған жігіт чемоданын қатты ақтара бастады және одан кішкентай шыбын қалай ұшып кеткенін байқады. Ол оны бүкіл пәтерде қуа бастады. Содан кейін ол жоғалып кетті. Ол әлі ашулы және төсекке отырып чемоданын ақтаруын жалғастырды. Содан кейін ақтарып жатқан кезінде мойнында қатты ауырсыну сезілді. Ол оған қолын шапалақтады және бұл онымен бірге тропикалық елдерден осы чемоданмен ұшып келген шыбын еді. Шыбынның ауырсынуынан бала қатты шаршайды және ұйықтап қалады. Тістеген жері алғашында ісінген, бірақ кейін ештеңе болмағандай жоғалып кеткен. Таңертең кеудесі қыши бастады. Айнаға қараса үлкен бөртпе пайда болды. Аллергиялық таблетка ішкеннен кейін қатты қышиды. Күндіз үй шаруасын бастаған жігіттің қышуы басылмады, бірақ оны тарамауға тырысты. Ал кешке ол душ қабылдауға кетті және бөртпенің орны кішкентай жаралар болды. Ол олардың қалай дірілдеп үлкейгенін көрді. Тесіктерден бірдеңе қозғалып жатты. Жігіт не істерін білмей қатты қорқады және бұның не екенін, не істеп жүргенін білмейді. Тесіктерден шыбындар ұшып, оның денесіне қаптай бастайды. Солай оның қолына да келеді. Жігіт оны көріп қатты қорқады. Үсті-басы қышып үлкен бөртпе болды. Ол соншалықты қатты шағуына байланысты ол орнынан қозғалар емес. Мүмкін ол диванға жатып, әрі қарай не болатынын күту керек болды. Жас жігіт тропиктерден кәдесый әкелуді ұмытып кетіпті, бірақ ол басқа нәрсе әкелді. Оның денесін үйіне айналдырған қорқынышты тропикалық шыбын қауіпті еді.